Кейдің ұшқыр шөлмек Flying Shuttle 1733 жылы ағылшын өнертапқышы Джон Кей ойлап тапқан тоқыма станогына арналған маңызды құрылғы. Бұл өнертабыс мата тоқу процесін жеделдетіп, өнеркәсіп төңкерісінің басталуына үлкен серпін берді. Қалай жұмыс істейді? Джон Кейдің ұшқыр шөлмегінің басты ерекшелігі оның жұмыс істеу жылдамдығы мен қарапайымдылығы. Бұрын тоқымашылар матаның еніне қарай шөлмекті қолмен алға-артқа жіберуі қажет болған. Егер мата кең болса, екі тоқымашының қатысуы талап етілген. Ұшқыр шөлмек бұл процесті жеңілдетті. Шөлмек арнайы рельс бойымен сырғып, жіпті тез әрі дәл жеткізеді. Тоқымашы рычагты, яғни жүгірткіні тартқанда, шөлмек екі жақтағы жіптердің арасынан ұшып өтеді. Бұл тоқымашыға бір қолмен жұмыс істеуге мүмкіндік беріп, мата тоқу жылдамдығын 2 есеге арттырды. Неліктен маңызды? Еңбек өнімділігінің артуы ұшқыр шөлмек арқылы бір адам кең мата тоқи алатын болды. Бұл тоқыма өнеркәсібіндегі өндірісті айтарлықтай ұлғайтты. Қорытындылай келе, Джон Кейдің ұшқыр шөлмегі өнеркәсіп төңкерісіндегі алғашқы және ең маңызды қадамдардың бірі болды.